Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде ден X. Қазір салонға келдім, шаш макияж жасатуға. Бүгін балапанымыздың қыз немесе ұл екенін білетін боламыз. Сіздерге осылай барлығын бөлісіп отырайын дедім. Салоннан шықтық, қазір енді ресторанға барамыз. Дәл бүгін менің аяғым ауырып қалыпты. Неден екен білмеймін. Сонымен жүре алмай жүрмін. Біз көреміз енді барлығын. Не айтатынымды білмей қалдым. Әңгіме жоқ өзімізде. Күн бүгін қорқып едік, погода қалай болады екен, жаңбыр бола ма деп. Күшті болып. Ниетіміз ғой, ниетіміз десең. Кеттік. Вы ощущаете? Волнение бар ма қалай? Қатты емес негізінде. Бірақ білмеймін, кім екен деген ой бар. Бірақ 90% ұл деп ойлап тұрмын ғой енді. Қыз болып кетсе ше деп оны да ойлап тұрмын. Бірақ қатты қобалжу жоқ. Көреміз. Қонақ қылып шақырған достарым, айтылған уақыттан кешікпей келіңдер. Кешігіп қалып, кеш атылып жүрмесін. Кеш атылып жүрмесін еді. Кешікпей келіңдер. Қазақтар кешігіп келеді ғой. Кешікпегендер, күтеміз. Қызық болады. Куда нужно? На ішке қарай емес пе еді, осы жерге дедік па? Не знаю даже, как лучше. Қалай саған сен соқты көрпесі ғой? Қайсысы әдемі көрініп тұр? Ну вот так снаружи красивее, наверное. Хорошо, онда сол жерде бола берсін. Неден екен? Табан бірден шағылған жоқ. Азында тұрсам, тұра алмайым. Ішіп тұр ғой. Какао қайтты мен. Кешеші ұрмаған сақтым. Или салмағым көтер алмай атыр өзі. Достар, біз ресторанға келдік. Мен негізі маңызды күндерде шашымды всегда жаямын. И бірінші рет қазір жинап жатырмын. Жинасам өзімді бір сенімсіз сезінем ба бірдеңе. Бірақ көйлегіме жинау керек болды. Соны осылай жинап қойдым. Қалай сіздерге? Жарасып тұр ма? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Я. Қараңыздар, күшті жері. Локацияны күшті жерден таңдадық. Осындай бір андай сыртта, осындай әдемі жерде жасағымыз келген. Баста тауда деп ойладық. Одан кейін өзімізге осы жер ұнады. Осында жасадық. Міне, таптық десең, достар жасап жатыр екен, қараңыздар. Қонақтарды қазақтар төртте келеді, сол үшін үшке шақырдық. Негізі сол төрттерде бастайтын шығармыз. Қазір ең жасалып жатыр екен. Кішкентай сияқты ма не біледі. Мына жерде адамдар тұрса, иә? Біз мына жақта тұрсақ, атылса, әдемі болады. Саламатсыздар ма? Мына үст жағында тағы шар бола ма? Бәсе? Хорошо. Ой. Қазір мына жерде фуршет болады. И естелікке суретке түсетін фотобудка болады. Қонақтарым үшін бәрін істедік деп отса, өзінше болса, иә? Мен жігітім жүр. Розы киіп, мен розы көйлек таппай қалғаннан кейін. Салем. Ты что такая красивая? Всегда әдемі. Бұл кем алсасы ма? Жоқ, ерте ғой. Тамақшы болайықшы. Тамақшы отыр. Үш жарымда келмейді адамдардың бәрі. Үште жайлап жиналады. Әдемі ғой, иә? Колонка жоқ. Колонка бар ғой. Фуршет қазір 2-де келеміз дейді. Иә, тамақшы болайықшы. Бізде кішігірім дайындық. Дәл қазір 1 сағат қалды. 1,5 сағаттан кейін уже адамдар келеді. И 1-2-3 сағаттан кейін уже баланың жынысын білеміз, иә? Неге біздің образдарымыз, неге Айс розовый, Моля көк десеңдер, примерно кім қандай баланы қалап тұр дегенде ғой, короче. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біздің бөпеміздің гендер патия. Біз жынысын бүгін білетін боламыз. Және де менімен бірге дайындалайық.
Қазір мен шашым мен макияжымды жасап алдым. Енді қазір көйлегімді киетін боламын. Мен де көйлек осындай көк түсті таңдадым. Негізі розовый таңдаймын деп ойлағанмын, бірақ өзім қалағандай таппағаннан кейін осындай көк түсті көйлекті киетін боламын. Көйлегім бүгін осындай. Қарасаңыздар, осындай жинақы көйлек таңдадым. Қатты ашық емес, қатты жабық емес. Енді қазір аяғыма киімді киетін боламын. Қазір аяғыма жеңіл, жайлы осындай аяқ киімдер іздейтін болдым. Туфлиімді киіп алдым. Және де менде осындай иіссу бүгін ана бір байлықтың иісін сезінгім келіп тұр. Сол үшін де осындай шоппартты себетін боламын. Украшенияларды осылай тағып алдым. Бүгінгі менің образым осындай. Біз дайынбыз. Енді қазір 1 сағаттан кейін көкеміздің кім болатынын анықтайтын боламыз. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Осы күнге жеттік. Менің болашақ баламның жынысын білуге гендер пати осындай тамаша жерде жасадым. Енді айс білесіздер, мақтаншақ кішкене байлау жерде жасадық. Осы атмосфераны қонақтарды бірге көрсеңіздер болады. Бірге менің баламның жынысын білетін боламыз. Сәлем балапан, мен сенің маманың папаның досымын. Кімдік мама деп айтамын, не деп айтып, крестная мейлі. Сәлем балапан, мен сенің мамаң мен папаны таныстырған тетяң боламын. Мен сені ұл деп ойлаймын. Сәлем жаным, біз Мөлдір мен Айныстың достарымыз. Көтең ағам деп бар. Мен сені ұл деп ойлаймын. Аңның досымын, мен сені ұл деп ойлаймын. Сәлем балапай, мен сенің болашақ кіндік маманың, және мен сені ұл болатын білемін. Миру, қалайсың? Екеуімен сірке самады очередте. Адам көп. Жиналып қалып бәріміз. Башар келді. Біздікілерден Асер келді. Біраз адамдар жүр, сіздер танитын. Әйгерім бар Нұрықта. Қалайсыз? Нақта Аружан бар. Қалайсыз? Мен ұл деп ойлаймын деп сразу. Мен ұл деп ойлаймын. Мен қыз деп ойлаймын. Сол, в общем, қыз ұл деген нәрсені деп жатыр. Мен қыз дедім, білмеймін. Қыз деп ойлайтындар өте аз екен. Ұл деп ойлайтындар көп. Ал гендер патиға келіп қалдық. Менің ойымша ұл сияқты, сенің ойымша кім? Ұл ма? Ол да Ja, бұйырса қазір 1 сағаттан кейін примерно білетін боламыз уже. Мен өзім ойнап тұрмын, өзім гендер патиім сияқты. Мен ару бақыға ренжіп жатырмын. Неге? Мен оның тойында көтеріп, бәрін етіп, келініп, күліп ойнап жүрсем, бұл отырып алып тұр, тыныш отыр. Бұл қазір адамдар көңілден ойлап көтереміз. Ассалаумағалейкум. Звондама оған. Уайымдап тұрмыз. Дайынсың ба деші? Уже қазір айтайын деп жатыр. Как будто мен үшін бір қайтадан бір болып тұрмын ғой. Өте қобалжып Артағылар өзінде бақты. Артағылар жеке бақты өздері. Айтпа.